Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Бүгін мен сіздерге мұғалімдерге арналған жаңа идеялар дайындап қойдым. Бұл идеяларды сіз өз сыныбыңызға, пәніңізге, тақырыптарға сай қылып, өзгертіп қолдансаңыздар болады. Бірінші идеяда I wish my teacher knew, менің мұғалімімнің білгенін қалаймын деген жазумен осындай бокс, яғни почта жәшігі сияқты етіп жасап қоясыз. Ол жерге балалар өздерінің мұғалімдерге айтқысы келетін, айта алмайтын, бірақ жазып бере алатын сырларын, мәселелерін жаза алады. Мысалы, қазіргі уақытта буллинг, мысалы біреуден жабыр көріп жүрген болса, немесе қандай да бір өзінің бойындағы мәселелерін жаза алады, өмірінде болып жатқан. Бұны сыныпқа арнап жасауға болады, немесе мектепке арнап та жасап қоюға болады. Келесі суретте бастауыш мектеп оқушыларының сыныптарында болатын кітап оқу бұрышын көрсеткім келеді, және сіздерге осындай бұрыштарды ұйымдастыруға кеңес берем. Ол балалардың кітап оқуға деген қызығушылығын оятуға өте жақсы көмектеседі. Халықаралық мектепте осындай әр сыныпта осындай бұрыштар бар. Ол жерде кілемше төселген, жастықтар қойылған, немесе диван да болуы мүмкін. Ол жерде балалар үзіліс кезінде отырып, кітаптарды ақтарып көріп, қызықтыларын өздері алып оқиды. Мысалы, бір кітапты әрине үзіліс кезінде оқып бітіру мүмкін емес, аз-аздан оқып, сөйтіп кітап оқуға деген қызығушылықтары өте жақсы оянады. Өзіңіздің кітапханаңыз болса, мысалы үйде кішігірім балаларға арналған кітаптар болса, соларды жинақтап, енді үлкен қылып ұйымдастырмасаңыз да, бір-екі сөреге жететіндей қылып, қызықты кітаптарды жинақтап қойсаңыз жақсы болады. Келесі идея, уақыт айтуды үйреткен кезде осылай сағаттың айналасына минуттар жаздырып қоюға болады. Ағылшын тілі мұғалімдеріне де керекті. Келесі идея мектептің алғашқы күніне арналады. Мұғалім бірінші сынып оқушыларына арнап, бір санын және тақтайшаға жазып қойыпты. It's going to be the best year ever. Бұл ең жақсы жыл болайын деп тұр деген сияқты. Бұл жерде мен ұсынғым келіп тұрған. Енді кішкене кешігіп қалдым бұл идеямен, бірақ одан бұрынғы мектептің алғашқы күніне арналған идеялар видеосында осы идеяда болған болу керек. Мен бұл жерде тақтайша туралы айтқым келіп тұр. Осындай тақтайшаны ұйымдастырып қойсаңыз, ол тек қана бірінші күн емес, кез келген шараларда, мерекелерде сол жерге құттықтау жазып қоюға болады. Немесе жай күндері жұмбақтар, мысалы апта сайын балаларға жаттатқыңыз келіп жүрген жұмбақтар болса, мақалдар болса, өлең шумақтарын жазып қойсаңыз болады. Балалар көріп, былай өтіп, қайта-қайта оқып, ақыры солай жатталып қалады. Нақыл сөздер жазып қоюға болады. Сосын мерекелерде құттықтаулар жазып қоюға болады. Сәл үлкендеу қылып, осылай жасап, есіктің кабинеттің алдына қойсаңыз болады. Сосын тағы да не айтқым келеді, жаңағыдай қылып шарды бірінші, екінші, үшінші сыныпқа сай қылып жыл сайын өзгертіп тұрсаңыз болады. Сөйтіп фотосессияны соның жанына балалар ұйымдастырады өздері, мысалы ата-аналар алып келген кезде. Ол да өте жақсы. Содан кейін, мысалы бірінші, екінші, үшінші, төртінші жылы ұйымдастырсаңыз, содан кейін коллаж жасауға болады. Балалар өздерінің жыл сайын қалай өзгеріп өскенін байқайтын болады. Келесі идеяда мектептің алғашқы күніне арналған. Мұғалім әр оқушысына арнап осындай білезіктерді өз қолымен жасап қойған. Бірінші, мысалы бірінші сыныпқа да, екінші сыныпқа да қазақша әріптермен бірінші сынып, екінші сынып, үшінші сынып, алтыншы сынып деп жазып, осындай әдемі білезіктер жасап берсеңіз болады естелікке. Бұлардың барлығы балаға жақсы эмоция, қуаныш сыйлау үшін. Ал мынау сабақ барысында ешкімді мазаламай, тек белгі беру арқылы керек затын сұрауға арналған шеңберлер сыныпқа іліп қоясыз. Мысалы, дәретханаға бару, қарындаш, су, салфетка сұрау, немесе сұрақ қою деген сияқты әртүрлі қажетті затқа арналған өз белгісі болады. Ондайды мен
көрнекі сынып топтамасында жасап дайындап қойдым қазақ тілінде. Оны жақын арада мұғалімдерге арналған каналға саламын. Ал келесі видеода айнаның айналасында аффирмациялық шеңберлер, мен ақылдымын, сымбаттымын, мен батылмын деген сияқты әртүрлі өзіне сенімділік тудыртатын әдемі сөздер, аффирмациялық жазылған шеңберлер бұл да көрнекі сынып топтамасында бар. Жақын арада мұғалімдерге арналған каналға саламыз. Ол үшін каналға жазылыңыздар. Ол үшін төменде описаниеда жазылған номерге хабарлассаңыз болады. Мына тақтайшадағы сөз be the reason someone smiles today. Бүгін біреудің күлуіне себепкер бол. Америка мектептерінде осындай әдемі аффирмациялық немесе нақыл сөздер баланың өзіне деген сенімділігін оятатын, басқаларға мейірімді болуға үйрететін, бір-бірін жақсы көруге, ұйымшылдыққа шақыратын осындай әдемі сөздерді көп жазып қояды. Болашақта тағы да бөлсемін, осындай әдемі сөздермен бөлек видео жасаймын, немесе мұғалімдерге арналған каналға кіріп көрсеңіз болады. Ол жерде де ондай идеялар өте көп. Аптаның, айдың немесе 90-ның үздік оқушысын анықтау үшін осындай шелектер жасаймыз. Оларды пластикалық стакандардан жасауға болады және соларға баланың журналдағы реттік сандарын жабыстырып шығамыз. Содан кейін күн сайын үздіктерге арнап өзіңіздің комментарий жазылған қағаздарыңыз саласыз. Мысалы, өте керемет, өте жақсы, сен жақсы орындадың, мықтысың деген сияқты сөздерді жазамыз. Балалар осылай үздік сөздерін осылай жинап өз шелектеріне салып отырады. Айдың немесе аптаның немесе 90-ның соңында кім ең көп жақсы сөз жинады, кім ең көп үздік комментарий жинады, сол оқушы үздік болады. Оған арнап приз дайындасаңыз болады. Яғни балаларға жақсы оқуға деген мотивация. Менің болашағым немесе мен өз болашағымды қалай көремін тақырыбына арналған тапсырма. Оны орындау үшін балалар өз бейнелерін, суретін салады. Одан кейін сіз таратып берген көзілдірікке өздерінің болашағын қалай көреді, сол сияқты суреттерін салып шығады. Мысалы, мына оқушы фламинго көргім келеді деп салған, мысығым болса екен деген шығар. Жаңағыдай А+ үздік оқушы болғым келеді, бассейні бар үй деген сияқты өзінің арман тілектерін жазып шыққан. Бұл идеяны тіл мұғалімдеріне келер шақ тақырыбына қолдануға болады. Бұндай көзілдіріктерді мұғалімдерге арналған каналға салып қойдым. Қазіргі таңда балалардың көңіл күйіне, эмоциясына өте көп мән беріледі. Сондықтан өз сыныбыңызға осындай бұрыш жасап қойсаңыз болады. Сен өзіңді бүгін қалай сезінесің? Қасына ақ түсті қағаздарды қоямыз. Әр оқушы өзінің сезіміне сай бөлікке өз қағазын салады. Мысалы, өте жақсымын, көңілсізбін, немесе қиналып тұрмын деген сияқты белгілердің қасына салып шығады. Ал мынау балалардың өз портреттерін жасаған біздің сыныптың портреттері. Әр оқушы өзін осындай әдемі қылып салып, дәлізге осындай бюллетень борт жасап, жастырып қойған. Өте әдемі болғасын, сіздермен бөліскім келді. Осымен мұғалімдерге арналған идеялар аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Тағы да қызықты идеяларды каналдан көрсеңіз болады. Болашақта тағы да бөлісемін.